Сәлем озат оқушым, бүгін 65-ші сабақ табиғаттың таңғажайып құбылыстары морфология әлеміне саяхат сөз таптары туралы білімді еске түсіреміз. Жаңа 3-ші тоқсан баршамызға жеңіл әрі берекелі болсын. Үздік бағаларымыз көп болсын, я. Әли фонотеке синтаксис елдеріне саяхатқа шығып, дыбыс, сөйлем әлемі туралы көп білім алдық. Морфология дегенне, бұл елге саяхат жасау арқылы біз не білеміз? Морфология гректің түр, тұлға, сөз, ілім деген мағынадағы сөзі. Қазіргі кезде морфология сөз тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әртүрлі өзгеріске түсуін анықтайды. Ал екінші сұрағының жауабын табуға ертегі көмектеседі дейді. Мінекей осылай біз морфология жайлы біраз ақпарат алдық. Келесі мына бірінші тапсырманы оқып көрейік. Ертегіні тыңда. Ертеде біз білмейтін бір елде сөздер өмір сүріпті. Ол морфология елі деп аталыпты. Дүниедегі сөз біткеннің бәрі сол елде бірге тату тәтті тұрыпты. Күндердің күнінде сөздер бір нәрсеге келісе алмай, сен ұзынсың, мен көпшілмін, көп мағына беремін, ал мен бірақ мағына беріп оқшау жүргенді ұнатамын деп айтыса жөнеледі. Мұны естіп қалған сол елдің ханы сөздерді мағыналарына, сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай топ-топқа бөліп тастапты. Сөздерді ұқсас белгілеріне қарай 9 топқа бөліп, жеке-жеке ат қойыпты. Осылайша морфология елі 9 сөз табының ортақ еліне айналыпты. Енді осы мәтін бойынша мынадай тапсырма. Тыңдалған материал бойынша пікіріңді білдір. Ол үшін қарамен жазылған сөйлемдерді басшылыққа алып, сөздердің сөз таптарына топталу себебі туралы өз ойыңды жазбаша білдір дейді. Бұл тапсырма бойынша былай білдірсек болады екен, жазбаша. Бұл ертегі мәтінінде сөздердің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктеріне қарай 9 топқа бөлінгені жайлы айтылған. Мысалы, зат, есім, заттың атын білдіріп, кім не деген сұраққа жауап берсе, етістік іс-қимылды білдіріп, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сол сияқты әр сөз табының өзіндік ерекшеліктері, сұрақтары бар. Сөздерді осылай сөз топтарына топтастыру арқылы тілімізде жүйелілік, реттілік қалыптастырамыз. Келесі мынадай тапсырма. Біз бар болғаны 4 сөз табын, зат есім, етістік, сын есім, сан есімдерді білеміз ғой. Қалған 5-еуі қалай аталады? Ребусты дұрыс шешсең, жаңа сөз таптарының аттарын білетін боласың. Енді осы ребусты шешуіміз керек екен. Ребус шешуі есімдік, келесі сөз табы. Одан кейін үстеу, шылау, одағай және еліктеуіш деген осындай тағы да 5 сөз табы бар екен. Барлығын қосқанда 9 сөз табы болады, Ребустың шешуін осылай қатесіз түсініп жазып алсақ болады. Келесі екінші жаттығу. Әр қатардан артық сөзді тап, неліктен оларды артық деп ойлайсың дейді. Мына кестеде берілген зат есім кімне? Бұл жердегі суық деген сөз артық болады, себебі ол қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болып тұр, Етістік не істеді, не қылды, қайтты. Бұл жердегі артық боран. Ол не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болады. Сын есім қандай, қай. Бұл жердегі артық сөз шөл. Не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болып тұрады екен. Сан есім қанша, неше, нешінші. Бұл жердегі артық сөз қос деген сөз. Себебі қос деген сөздің әртүрлі мағынада бар. Және мысалға қос-қостан десек, ол сан есім болады. Мысалы, атты адамдар қос-қостан келе жатыр деген сияқты айтатын болсақ, ол сан есім болады. Немесе санды бір-біріне қос десек, ол етістік болып кетеді екен. Сол сияқты әртүрлі мағына беретін болғандықтан осы сөз табына жатпайды. Енді осы кестені пайдалана отырып, мынадай ереже құрасақ болады. Зат есім кімне деген сұрақтарға жауап беріп, заттың атын білдіреді. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап беріп, заттың іс-әрекетін, қимылын білдіреді. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап беріп, заттың түрін, түсін, сипатын білдіретін сөз табы. Ал сан есім болса қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап беріп, заттың санын, мөлшерін білдіреді. Осындай ережесін құрап шығарамыз, Үшінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сөз таптары әртүрлі болады. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз.
Әрқайсының өзіндік белгілері, соған сәйкес жазуда және сөйлеуде қолданылатын жалпы ережелері бар. Сондықтан бұл сөз топтарын, яғни сөз таптарын бір-бірінен ажырату үшін морфологиялық талдау жасау қажет. Қай сұрақтар мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған, осы сұрақтардың жауабын жаз дейді. Міне сөз таптары қалай аталады? Бір сөз табы екіншісінен қандай белгілері арқылы ажыратылады? Морфологиялық талдау қалай жасалады деген сұрақтар берілген екен, соларға жауап беріп өтейік. Бірінші, сөз таптары зат есім, сын есім, сан есім, етістік, есімдік, үстеу, еліктеу сөз, шылау және одағай. Екінші сұрақ жауабы сөз таптары сұрақтарына, мағыналарына және сөйлеуде қолданылатын жалпы ережелері арқылы ажыратылады. Үшінші сұрақтың жауабы морфология сөз тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әртүрлі өзгеріске түсуін анықтау мақсатында салыстыра зерттеу жүйесімен де айналысады. Бұл тәсіл сөздің мағынасы мен қызметін айқындауға көмектеседі. Түбір мен қосымшаны ажырату арқылы жасалады екен. Осылай үш сұраққа осындай үш жауап айтып өтсек болады екен. Келесі төртінші жаттығу, өлеңді көшіріп жаз дейді. Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан, күміс көл, ерке өзен алып қашқан, құмартып келем саған бала жастан, дариға жер бар мекен сенен асқан. Авторы Қасым Аманжолов. Сөздерге сұрақ қойып, морфологиялық талдау жаса. Ол үшін өңір беттегі морфологиялық талдау үлгісін басшылыққа ал дейді. Міне әр сөзге осылай сұрақ қою арқылы морфологиялық талдау жасасақ болады. Мысалы, барқыт, қандай тау? Барқыт тау. Бұл сын есім. Тау не? Зат есім. Жасыл қандай? Сын есім. Дала не? Зат есім. Зеңгір қандай? Сын есім. Аспан не? Бұл зат есім болады, иә? Мысалға, екінші жағында құмартып келем. Не істеймін? Құмартып келем. Бұл бізде етістік болады. Кімге? Саған. Бала жастан деп, қашаннан? Бала жастан деп. Осылай әр сөзге морфологиялық талдау жасап көрсек болады екен. Немесе қайсы зат есім, сын есім, етістік қайсы қай сөз табына жатады, соларға сұрақ қою арқылы бөліп жазсақ та болады. Бесінші жаттығу, шығармашылық үзіліс, керісінше жұмбақ. Сөз жұмбаққа сұрақтар жаз. Ол үшін оқу құралының соңындағы түсіндірме сөздікті басшылыққа ал дейді. Көлденеңінен ыстық және суық ауаның соқтығысуынан пайда болатын күшті жарқыл жай. Бұл найзағай болады. Екінші сұрақ, көктем мен күздің салқын түндерінде шөп басында тұратын атмосфералық дымқыл. Бұл бізде шық болады. Тігінен ауаның біркелкі қызбауына байланысты табиғатта болатын құбылыс қалай аталады? Сағым деп аталады. Тоңазыған дымқыл ауаның жерге, ағашқа қар тәрізді болып ағарып қалған түрі, бұл қырау. Осылай сұрақтар құрастырсақ болады екен. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.